Баршаңызға сәлем. Бұл Family Day каналы, және мен бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын осындай ажурный блинчики рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық ингредиенттердің көлемі, мөлшері описаниеде жазылып тұрады. Бізге керегі 3 жұмыртқа, 5 ас қасық шекер қосамыз. Барлығын жақсылап шекер ергенше араластыратын боламыз. Оның үстіне сүт қосамыз, жылы болуы міндетті. Оны жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ұн қосамыз. Ұнның түйіршіктері қалмайтындай жақсылап араластырамыз. Болған консистенцияның үстіне 5 ас қасық сұйық май құямыз. Тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Май толықтай тестомен араласуы керек. Ал қазір бұл рецепттің ең құпия ингредиентін қосатын боламыз. Ол үшін жаңа ғана қайнаған 100 градус ыстық суды сүт құйған ыдысымызға құямыз. Екеуі бірдей көлемде болу керек. Ол ыдыстың үстіне 1 шай қасық толтырмай сода қосамыз. Сумен жақсылап араластырып, тестомыздың үстіне құйып, тағы да мұқият 1 келкі болатындай етіп араластырамыз. Тесто дайын. Қызып тұрған табаға бір ожаудан құйып пісіріп аламыз. Шетінен жайлап алып, лопатканың көмегімен аударамыз. Көріп тұрғандарыңыздай табаға жабыспайды. Таба жақсы болса майламай пісіреміз, ал сырылған болса майлы салфеткамен сүртіп отырыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұқа, жұмсақ, ажурный блинчики шықты. Міндетті түрде қайталап жасап көріңіз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіз.